Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған манты жасау тәсілімен бөлісетін болам. Ең қарапайым тәсіл. Тартылған етімізді, пиязымызды, асқабағымызды, дәмдеуіштерімізді қосып, осылай салмасын дайындап алдым. Енді қамыр илеп, нанын жаятын боламыз. Нанымызды осылай ең қандырып илеп қойдым. Енді осыны 4 бөлікке бөліп, дөңгелектеп, әдемілеп қамыр жаятын боламыз. Асқабақпен кез келген тағам түрлерін қоссаңыз дәмді болады ғой. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді осылай нанымызды илеп, ысып аламыз. Міне осындай қалыңдықта шықты. Қатты қалың да емес, жұқа да емес. Жақсы. Піскен кезде асты тесілмейтін, жыртылмайтын болады. Міне осылай фигураға кесіп алдым, 4 бұрышты қылып. Сіздер кез келген өзіңіздің қалауыңызға қарай жасасаңыз болады. Менде бүгін осындай фигурамен жасайтын болып шештім. Енді осылай мантыларымызды түйіп аламыз. Мантының да әркім әртүрлі қылып түйеді ғой. Енді әркім өзінің қалауына қарай түйіп шығады. Маған осы түйген ұнайды. Мен бала кезімізден осылай үйрендік, солай қалыптасқан. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі енді өте сочный, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді манты қазанымызды майлап, салып қазанға отқа қойдым. Міне бір қайнады. Осыны 45 минут қоямын. Міне мантымыз да дайын болды. Анан қараңыздаршы, іші сулы, әдемі шыққан. Мына өткендегі жапқан аджикамын YouTube каналымда бар. Қарасаңыздар болады. Достар, тіркеліп лайк басайық.